Қайырлы күн, қалдарыңыз қалай? Бүгін осы шкафтың ішін тазалайтын боламын. Ал сіздер видеоны бастамастан бұрын подписаться батырмасын басып қойыңыздар. Каналға тіркеліп қойсаңыздар, қуанып қаламын. Осылай заттардың барлығын шығарып алдым. Шашылған, төгілген, кунжут, мак, разрыхлитель барлығы шашылып кетіпті. Ішін сыртын осылай сүртіп алып, қайтадан барлығын реттестіріп салып қойдым. Заварка артықтарын, біраздан бері тұрған бал, торт пісіруге керек болады деп қойып едім. Мынаның ішін, шелектің ішін жуып, тазалап кептіріп, реттестіріп салдым заттарды. Перец, енді менде бұрыш барлығы бір жерде тұр. Әзірге енді барлығын бөліп, бұрыш, разрыхлительдардың барлығын бөліп қоятын бөлек контейнер керек болды. Осылай барлығын реттестіріп, орындарына салып қойдым. Осылай үстіп жүргенде жолдасым келіп қалды түскі обедке. Обедін беріп болғаннан кейін мынаны қасық, вилкаларды барлығын реттеуге кірістім. Осылай барлығы араласып кеткен, бала-шаға іздегенде араластырып тастайды. Осылай ұлымыз екеуміз барлығын салып реттестіріп қойдық. Артық пышақтарды барын шығарып қойдым. Өзім қолданатын бір-екі пышақ қана. Видеоның соңына дейін қарағандарыңызға рахмет.